Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі раскладымызды сіздерде магия, дуа деген сияқты, көз тию деген сияқты жолыңыз ашық па жабық па соны көретін боламыз. Варианттармен қоятын боламын. 3 вариант қоятын боламын. Интуицияларыңызға қарай үшеуінің біреуін таңдайтын боласыздар. Магия бар ма, жоқ па? Егер де бар болатын болса, кім жасауы мүмкін, қандай адам жасауы мүмкін, көретін боламыз. 3 варианттың біреуін таңдайсыздар. Бірінші вариант, екінші вариант және үшінші вариант. Біреуін таңдаңыздар. Бірінші, екінші, үшінші вариант. Сіздерде магия, дуа, көз тию деген сияқты нәрселер бар ма көретін боламыз. Егер де таро картасын ашқыларыңыз келсе, аштырғыларыңыз келсе, жекеге шықсаңыздар болады. Тароны үйретемін, қазақша, қарапайым тілде барлығын үйретемін. Клиентпен жұмыс жасап кеткенше соңына дейін үнемі байланыста болып отырамын. Егер де қызықтыратын болса, жекеге шығыңыздар. Енді бірінші вариантты таңдағандарды көрейік. Бірінші вариантты таңдағандарда сіздің өміріңізге жаңа зиянын келтіріп жүрген бір емес, екі адам бар болуы мүмкін деп көрсетіп тұр негізінен. Өйткені сіз өзіңіз жаңағыдай басқа нәрсені қаласаңыз, айналаңыздағы адамдар соны өзгертіп жіберуі мүмкін. Яғни ойыңызды өзгертіп, басқа жаққа қарай бұрып, яғни бұл жерде магия бар деп айта алмаймын, бірақ ойыңызды өзгертетін, айналаңызда көре алмайтын адамдар бар. Айналаңызда адамдар бар. Ол жұмыс жағынан болуы мүмкін деп көрсетіп тұр. Яғни сіз ұнататын бір ер адамды ол да ұнатуы мүмкін деген сияқты. Сіз ұнататын жұбыңызды ол да ұнатуы мүмкін. Яғни сізге өміріңізге келген ер адамдарды, немесе жаңа ер адамдар көріп отырған болсақ, әйел адамдар келетін болса өмірлеріңізге қыздар, соларды айнытып жіберіп отыратын айналаңызда достарыңыз немесе коллегаларыңыз болуы мүмкін. Яғни сіздің ойыңызды басқа жаққа қарай бұрып, сізде удача не жақсы өмір болғанын қаламайтын, айналаңызда көре алмайтын адамдар бар бірінші вариант таңдағандарда. Енді екінші вариантты таңдағандарды көрейік. Екінші вариант таңдағандарда магия бар деп көрсетіп тұр. Өміріңізде көбінесе ұрыс, ешкіммен бір қатты тіл табыса алмау, жұбыңызбен немесе келіспей қалу, кез келген адамдармен келіспей қалу, өзіңіз жекешеленгіңіз келу, адамдармен көп араласқыңыз келмеу, сондай көрсетіп тұр. Бұны кім жасауы мүмкін көрейік. Екінші вариант таңдағандарда. Екінші вариант таңдағандар. Сіздерді жолыңыздан адастырғысы келеді, мүлде инемен жасаған болуы мүмкін. Барлық затпен, қанмен, инемен деген сияқты жасаған болуы мүмкін. Ол адам сізбен уже ұзақ уақыттан бері байланысын үзген адам. Ұзақ уақыттан бері байланысын үзген адам деп көрсетіп тұр. Қыздар, жігіттер, екінші вариантты таңдағандарда магия бар, қаттырақ түрін жасаған деп көрсетіп тұр. Бұл жерде қиынырақ түрі. Өйткені кім жасаған нақты көрінбей тұр, бірақ ұзақ уақыттан бері араласпай кеткен адамыңыз деп түсіп тұр. Егер де ары қарай толық білгілеріңіз келсе, жекеге шықсаңыздар болады. Жекеден нақты индивидуальны кім жасағанын сипаттап көріп беретін боламын. Енді үшінші вариант таңдағандарда магия жоқ, жолыңыз ашық, өзіңіздің мақсат армандарыңыз бар, соған жетуге әрекет жасап жатырсыз, қиялшылсыз, арманшылсыз, бірақ бір нәрсені жоспарлайсыз, ойлайсыз, армандайсыз, бірақ соны жасауға бір қатты әрекеттенбей жатырсыз. Яғни майдалап жасап жатырсыз тірлігіңізді, бірақ сол жолға жету жолында, мақсатқа жету жолында сіздерде жолдарыңыз ашық болып тұр. Уайымдамасаңыздар болады. Үшінші вариантты таңдағандар. Қыздар, жігіттер, егер де видеода өздеріңіз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, қай вариантты таңдадыңыздар, тура келді ме, келген жоқ па, оны да жаза кетіңіздер. Жекеге шықсаңыздар болады. Жекеде толық көретін боламыз. Махаббат, қаржы, жұмыс, денсаулық жағын көретін боламыз. Кез келген сұрақтарыңыз бойынша хабарлассаңыздар болады. Сау болыңыздар.